жаңа конституция жобасында азаматтардың цифрлық саладағы құқығын қорғау міндеті қарастырылған. Бүгінгі күн талабы екені даусыз. Атап айтқанда, азаматтардың өзара хабар алмасу қауіпсіздігі, электронды коммуникация, дербес деректердің қорғалуы сынды мәселелерді қамтылуы, жеке өмір құпиясының кепілдігін нығайтып, цифрлық сервистерге деген сенімді күшейтеді. Азаматтардың жеке қаржы мәліметтерінің қорғалуы, оларды алаяқтарға қолды болмауын қадағалау мәселелері ерекше назар аударылды. Сондықтан мұндай нормаларға мән беріліп, олардың конституциялық деңгейде бекітілуі цифрлық қауіпсіздік саласындағы заңнаманың әрі қарай дамыту тәжірибесіне берік негіз бола алады. Әсіресе конституция жобасының құқықтар мен бостандықтарды кемітпей, оларды жаңа технологиялық жағдайларға бейімдеу қағидатын басшылыққа алатын азаматтар үшін өте маңызды деп білемін. Жоғарыда айтып өткенімдей, цифрлық сала бүгінде күнделікті қоғам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл ретте мемлекеттің жеке тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі жауапкершілігі онлайн тұрғыда ғана емес, офлайн кеңістікте де негізгі міндет болып бекітілді. Әсіресе жаңа конституцияның балалар мен жастар үшін қауіпсіз цифрлық технология ұғымына құқықтық негіз қалыптастыратыны ерекше маңызды деп санаймын. Бұл ретте ұсынылып отырылған өзгерістер қарапайым азаматтар үшін нақты мәселелерден көрініс табады. Атап айтқанда, жеке және қаржылық ақпараттың қорғалуы, цифрлық сервистер қызметі құқықтық бақылау алаңында жұмыс істейтініне деген сенім. Мұндай тәсіл қарапайым азаматтардың күнделікті өмірде алаңсыз болып, қоғамның мемлекеттік институттарға деген сенімін күшейтуге әсер етеді. Нәтижесінде қоғамдағы нақты сұраныстарды көрсететін келісілген әрі теңгерімді құжат қалыптасты деп нық сеніммен айта аламыз. Сондықтан құжат жобасы жеткілікті пысықталғандықтан, оның бүкіл халықтық референдумға шығаруға болады деп есептеймін.